Орайлық Азияда палыс еңгілерін өсірушілік ауыл қожалығының ең әйемгі тарауларынан бірі болып есептелінеді. Қауын егін сипатында біздің эрамыздан әдеуір бұрын-ақ пайда болған. Марокко саяхатшысы Ибн Батут 4-ші әсірде Хорезмде болып, бүткіл жер жүзінде Хорезм қауынына тең келетін қауын жоқ деп өз кітабында жазған еді. Қарақалпақстан сырт елдерге қауын һәм қауын қақларын экспортқа жіберген. Сергей Павлович Толстов басшылық еткен экспедиция 1951 жылы қорғанлардың бірінен біздің эрамыздың 3-ші әсіріне жататұғын мәдени қауын тұқымларын табады. Жиырмаланшы әсірдің екінші ярымына келіп, біздің республикамызда қауын селекциясы тез пәтлерменен раважланды. Шымбайдағы диқаншылық ілім ізетлеу институтында 35 жыл давамында ілімі жұмыстар менен шұғыланған селекционер алым Леонид Станиславович Крижевец 15 жыл давамында қауынның жоқ болып баратырған сортларын қайта тікілеу һәм жаңа сортлар жарату үстінде жұмыс алып барды. Нәтижеде ол 30-дан астам қауын түрлерін қайтадан тікіледі. Египетте, Қытайда ерте заманлардан ақ қауынның адам организміне пайдалы тарифлері жақсы мәлім болған. Қарақалпақ қауынлары бронхит, туберкулезді емлеуде, бүйрек, бауыр тастарын ерітуде, қандағы холестеринді кемітуде жақсы пайда береді. 1977 жылы көп жылдық ізетлеулердің жұмағы бойынша Қарақалпақстан қауынлары деген атамада реңлі суретлер менен көркем етіп безелген кітабын баспадан шығарды. Қарақалпақстан дүние жүзіндегі ең жақсы қауын сортларының ватаны деп жазады алым. Солай етіп, жегенде тіліңді үйретуін палдай мазалы Қарақалпақстан қауынларының даңқы бүткіл ауқамға жайылып, жоғарғы бағаға ие болды. Нөкіс районындағы қанегелестірілген оғыш палыс өсіруші қожалықлардың 70-тен астам фермер қожалықлары қауын егеді. Сол фермерлердің бірі Бибігүл Нұрлаева. Ол 1980 жылы Нөкіс мемлекеттік университетінің ауыл қожалық экономика факультетінің бухгалтериялық есап бөлімін біткергеннен соң Шортанбай шіркет қожалығында өндіріслік бухгалтер болып жұмыс істейді. 2005 жылы шіркет қожалықларын фермер қожалықларына айландыру уақытында өткерілген тендер жарысында 27 гектар жерге фермер қожалығы бастығы болып сайланды. Бүгінгі күнге келіп, Бибігүлдің егістік жері 80 гектарға көбейді. 10,5 гектар жерге пақта, 34 гектарға бидай, ал қалған жерлеріне мейуе, палыс егілерін екті. Биыл қауынның 40-тан астам тұқымларын пленка астына егіп, оннан жақсы өнім өндірді. Ол өзіміздің Гүрбек, Жамбылша, Торнабад, Бишек, Гүләбі сортларынан басқа Мексика, Торпеда, Чемпион, Қырқма деген таза сортларында қосымша егеді. Қауын жергілікті халық үшін жылдың жаз һәм күзгі маусымында ең әхметлі азық ауқатларының бірі болып есептелінеді. Қауын адам организмі үшін зәрулі болған минерал тұзлар һәм витаминдерге бай палыс егінлерінің бірі. Бибігүл анасы Оғыл апа менен қауыннан әр қилы витаминге бай тағамлар таярлайды. Қауын қақ, қауын құрт, қауын қайнатпақ ұсаған тағамлар таярлайды. Біз Бибігүлге халық алдындағы игіліклі істеріне әумет тілеп қаламыз. Шымбай районының Қызылөзек ауыл бұқаралар жиыны аймағындағы Мырзамбет Шәмшет фермер қожалығын Оңалбай Мырзамбетов 2005 жылдан берлі басқарады.
Республикамызда бірнеше жыллардан бері пайда болған қауын шыбынының ақбетінде қауынның ең жақсы сортлары жоқ болып кету алдында тұр еді. Бүгінгі күнге келіп, сол сортларды пидайы диқанларымыз сақлап қалды дейді Оңалбай. Ол 1993 жылы Нүкіс гидротехникумын тамамлағаннан соң район территориясынан 83 гектар жер алып, фермер қожалығына 12 жылдан берлі басшылық етіп атыр. Биыл қауынның 45 түрін ектік дейді Оңалбай. Қауын құрты кең тарқалуына қарамастан, тәжірибе бойынша қауынды қарықлап егіп, алтын күкірт сеуіп, әрбір түпке жабысқақ хлорофос пленкасын қойып шығамыз. Атыздың дөңгелегіне түтінлік салынады. Қауын түйнекке отырғанша тек 2-3 рет қана су қарамыз. Кейін ала ұлума су бермейміз. Қауынның мазалы шірелі болуын тәмінлейді. Атыз басында қауынлардан әр қилы витаминдерге бай тағамлар таярлап, қыс маусыміне сақлап қоямыз дейді Оңалбай. Биылғы жылы Әмударияға мол судың келуі, һәм қауын өсірушілердің бұл бағалы егіннің зиянкестерінің көбейінің алдын алуы нәтижесінде көп сағындырған экологиялық таза қауынларымыз халқымыздың дәстүрханында өз орнын қайтадан иелейді. Халқымыздың неше әсірлерден бері 3 ай қауыным деп қастерлеп келген әжайып қауынларын һәмеше сүйіспеншілікпенен тілге алады. жыл ауылды рауажландыру һәм абаданастыру жылы мемлекеттік бағдарламасы тикарында Ташкент педиатрия институты Нүкіс филиалы директоры Орал Атаниязова басламасыменен Қарақалпақстан Республикасы Министрлер кеңесінің басшылығында ауыл һәм су қожалығы министрлігі, Нүкіс қаласы хакимияты һәм район хакимиятлары тарапынан бүгінгі Нүкіс қаласы қауын сейілі 2009 байрамы басланды. Байрамға республика басшылары, минет ветеранлары, қала халқы, студент жастар һәм барлық районлардан қауын жетістіруші диқан фермерлер 40-тан астам қауын сортларымен қатнасты. Қауын сейілін Нүкіс қаласының хәкімі Сапарнияз Алланазаров кіріс сөзбенен ашты. Байрам қатнасушыларын құттықтады. Республика Министрлер кеңесі бастығының орынбасары Карамаддин Абджалиев құттықтау сөзінде халқымыздың бағалы азық ауқатлық жемістерінің бірі есептелетұғын қауынның тұрмысымыздағы тұтқан орны. Сондай-ақ 2001 жылдан берлі республикамызда пайда болған қауіплі зиянкес қауын шыбынын жоқ ету һәм әзелден бар қауын сортларын сақлап қалу үшін күш салысулар менен қауынлардың өзімізге қайтып атырғаны туралы кең түрде тоқтап өтті. Ташкент педиатрия медицина институты филиалы директоры Орал Атаниязова қауынның тұрмысымыздағы тұтқан орны һәм оның халық медицинасындағы әхметі хақында сөз етті. Қараөзек районы Айбек фермер қожалығының бастығы Ниетбай Сапаров, Ташкент мемлекеттік аграр университеті Нүкіс филиалы директоры Елмұрат Төрениязов, Шайыр Халила Дәулетназаров өз қосығыменен байрам қатнасушыларын құттықтады. Қарақалпақстан қауынлары міне өткен асырдың ярымына дейін халқымыздың селекциясыменен, яғни телегінде сақланып, егіліп келген дақыл. Бірақ сол дәуірлері бұл системаға түспегеннен кейін көпшілік сортлары жоғала басылады. Бұл сортлардың барлығын тікілеу мақсатында өткен асырдың 70-80 жылларында Өзбекстан ауыл қожалығы ілімі академиясы һәм басқа да ілімі зерттеу институттар, алымлар топарласып, мінекей экспедициялар чөлкемлестіріп, Қарақалпақстан аймағын, Хорезм вилаятын һәм Түркменстан Республикасының Ташауыл облыстарының барлық топырақ ықылым шарайытларын үйреніп шығып, 80-нен артық қауын сортларын тікіледі. Тілекке қарсы кейінгі уақытлары міне сусыздық жылдардан кейін міне
bu qavunның sortlары және де кемeye başladı. Hem kesellikке uçradı. Mine sırttan kirip kelgen qavun şımına деген kesellikten apatqa uçradı. Bunu ilimpazlarımız jämlesip, jinap, hemmesi izlenip, hareket islep, mine usu ziyankestin fizyologiyaсын, barlıq önüp ösü şarayıtlarını үйреніп, mineki keyingi 2-3 yılın içinde bulardın barlıq gürösü ilaclarını da islep çıktı. Bugün Qaraqalpaqstan Respublikasında qavun dankın kötörü üçün, alemge tanıtı üçün mine ilimпазlarımız qavun seleksiyası, onun tuxumgerçiligi, hem onun türlerin köböйтü boyunca belgili derecedeki dastur boyunca жұмысларды amelge asırmakta. Bugün толық айтуымызға тикарлар бар. Мінеке Қарақалпақстан Республикасында қауыншылықты тіптен рауажlandыру үшін бұның сортлары тікленген, бұның тұқымгершілігін жолға қойсақ, һәм бұның өндірісін әуелгі айтқанымыздай кеңден рауажlandырып жетсек, Қарақалпақстанда қауынгершілік тарауының толық рауажланып, дүнияға танылуына барлық тикарлар бар деп сендіреміз. Qavun Seyili bayramına Taşkent Pediatriya İnstitutu Nöks filialı оқытушы ham student жастары qavundan tayarlanatığın Qaraqalpaq milli avqatlarının biri bolğan aqsaulaq tağamını tayarladı. Qavundan tayarlanğan tağamlar erте zamanlardan aq qavunның adam organizmine paydalı tarifleri жақсы мәлім bolğan. Qavundu tek tabiiy türde paydalanıp qoymasdan, olardan pal, pavidla, джем hem басқа да тағамлар таярлауға болады. Qavun жергілікті халық үшін жылдың жазғы hem күзгі мәусімінде де ең әхметлі азық ауқатлардың бірі болып есептелінеді. Qavun Seyilinde men hem mazalı qavunlar dünyası temasında balalar salған suretler көргізбесі ашылды. Aspazlardan qavundan tayarlagan tağamlar жарысы. Seyilde ең ірі qavun номинациясында Қараөзөклі фермер Сапарбаев бірінші орынды. Ең көп qavun түрлері номинациясы бойынша Шымбай һәм Нөкс районлары фермерлері бірінші орынды. Ең мазалы қауын номинациясы бойынша Қанкөр районынан Ғайып ата фермер қожалығы бірінші орынды. Ең экологиялық таза қауын номинациясы бойынша Кегейлі районы Асқар фермер қожалығы бірінші орынды. Сондай-ақ басқа да көплеген номинациялар бойынша жеңімпаздар анықланып, бағалы сауғалар менен сыйлықланды. Сейіл искусство шеберлерінің үлкен концерті менен жұмақланды. Абат елдің байрамлары көп болады. Hürmetli президентimiz İslam Karimov, ауылымыз рауажланса, еліміз абат. Тұрмысымыз және де абат болады деген еді. Бүгінгі байрам республикамызда жасаушы көп миллетлі халықлардың тыныш, абадан, тату тұрмысының әжайып тымсалы болып табылады.